Сәлеметсіз бе? Бүгін біз психикалық денсаулықтағы маңызды, бірақ жиі еленбейтін мәселе жалғыздық туралы сөйлесеміз. Психикалық ауруы бар адамдардың 60%-ға жуығы үнемі жалғыздық сезінеді. Бұл қарапайым халықтан 2 есе көп. Бұл тұйық шеңбер. Психикалық белгілер оқшаулануға келеді, ал жалғыздық ауруды асқындырады. Ең үлкен қауіп 15 пен 25 жас аралығындағы жастарға төнеді. Олардың 80%-ға жуығы жалғыздықтан зардап шегеді. Жалғыздық тек сезім емес. Ол мидың жұмысын өзгертіп, депрессия қаупін 26%-ға арттырады. Ол адамды қарым-қатынастан қорқытып, әлеуметтік ортадан одан әрі алшақтатады. Әлеуметтік байланыс бұл емнің ажырамас бөлігі. Қолдау көрсету өмірді сақтап қалуы мүмкін. Жалғыз қалмаңыз және өзгелерді де жалғыз қалдырмаңыз. Бірге біз бұл қиындықты жеңе аламыз.